Қайырлы күн, достар! Бүгін мен сіздерге өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салат өте дәмді болып шығады және де өте керемет болады. Бұл салатқа бір қараған кезде бұл салат саба салатына да ұқсайды, бірақ одан өзгеше және де дәмі мүлдем басқа болып шығады. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен 2 дана қиярымызды домалақ жартылай қылып тураймыз. 2-3 қызанағымызды да дәл сондай қылып тураймыз. Турап болдық. Енді сәбізімізді корей теркасынан өткіземіз. Өткізілген сәбізімізге татымына қарай тұз қосамыз. Орташа мөлшерде тұз қосамыз. Одан кейін қолмен жақсылап араластырамыз. Қасықпен де араластырсаңыздар болады. Араластырып болдық. Енді 15 минутқа сәбізімізді қалдырамыз. Бізге ащы қалампыр, 2-3 сарымсақ және де 1 дана пиязымыз қажет. Пиязымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Пиязымызды турап болдық. Енді ащы бұрышымызды тураймыз. Одан көп алмаймыз. Жартысының жартысын алып, оны өте майда әрі жіп-жіңішке қылып тураймыз. Турап болдық. Енді сарымсағымызды тураймыз. Оны да дәл қалампырдай турағандай қылып, өте жіңішке майда қылып тураймыз. Біз турап болдық. Пияз, ащы қалампыр және де сарымсақ. Табамызды газге қойып, сұйық майымызды құйып, одан кейін пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Пиязымызды жақсылап қуырамыз. Пиязымыз жақсы болып қуырылды. Енді оған сарымсағымызды қосамыз. Бір араластырып жібереміз. Ащы қалампырымызды қосамыз. Менде қазір онша ап-анық болып көрінбей тұр, камера нашар болып тұр. Оған мән бермеңіздер. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді біз оған сәбізге арналған приправамызды қосамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Біздің пиязымыз қуырылып болды. Дәл осында қоңырқай түске енеді, өте дәмді болып шығады. Приправа, бірақ бағанағы сәбізге арналған приправа маңызды емес. Оның орнына бұрыш, басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Бағанағы 15 минут тұрған сәбізімізге қуырылған пиязымызды қосамыз. Енді біз оған қызанақ және де қиярымызды қосып араластырамыз. Силиконды мен қазір силиконды күрекшемен араластырамын. Сіздер қасықпен де араластырсаңыздар болады, қолмен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз, біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Дайын болған салатымызды тарелкамызға саламыз. Қажет мөлшерде. Тағы да мен айтар кетерлік, бұл салатқа укроп қоссаңыздар болады, яғни аскөкті қоссаңыздар, ол да өте дәмді болып шығады. Біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек.